Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осылай керемет болып шығатын, өте қытырлақ әрі дәмді болып шығатын шелпектердің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз нанын жасап аламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар жылы су, жылы сүт, міндетті түрде жылы болу керек, ашытқы қажет, тұз бен шекер, жұмыртқа, сұйық май және де ұн қажет болады. Алдымен кеңірек ыдысымызға жылы суымыз бен сүтімізді құйып аламыз. Олардың үстінен тұз бен шекерімізді қосамыз. Ашытқымызды қосамыз. Және де бір дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізде ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында біз қамырымызға 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қамырымызды тағы да бір қайтарып, жылы жерге оны көтеруге қалдырамыз. Бір сағаттан соң біздің нанымыз осылай биік болып көтеріліп шығады. Енді нанымызды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішкентай болу қажет. Үлкен бөлігінен біз қамырымызды 7 бөлікке бөліп, шелпектерімізді жаятын боламыз. Кіші бөлігінен қалған қамырынан бауырсақ жасаймыз. Барлық шелпегіміз бірдей әдемі болу үшін мен таразға бәрін бірдей грамда өлшеп кесіп алдым. Мен шелпектерді 7 бөлікке бөліп, осылай 7 кішкентай зола жасап қойдым. Міндетті түрде үстін жауып қойыңыздар, өйткені қамыр қайысып қалуы мүмкін. Енді оқтаудың көмегімен домалақ етіп шелпектерімізді жайып шығамыз. Шелпектерімізді қызып тұрған майда 2 бетінен қызарғанша қуырып аламыз. Біздің шелпектеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Енді қалған нанымыздан бауырсақ жасайтын боламыз.
Нанымызды оқтаудың көмегімен шамамен 1-2 мм жұқалықта жайып шығып, пышақтың көмегімен бірдей төрт бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Туралған дайын болған бауырсақтардың үстін міндетті түрде осылай жауып қойыңыздар, өйткені қамыр қайысып қалуы мүмкін. Енді бауырсақтарымызды қысып тұрған табада екі бетінен қызарғанша қуырып аламыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.